Yanдағы апалармен кездесіп, соның ішінде мына оңластың Қажапамның отын басына келіп отырмыз. Оңласына Қажапа, ол анан санан болады. Бірінші сіздің отыңыздың басына келіп отырмыз, қонысыңыз жайлы болсын, қазаныңыз майлы болсын, келініңіз жайлы болсын, деніңіз сау болсын. Немере шөбере шөпшектің қолынан май жалап, су ішіп, аман есен отыруыңызға тілектеспін. Бізді шақырып, безерет қылып, дастархан жасап, бешбармақ жасап, мен ажарым келді деп құшақ жайып қарсы алғанға мен өте қуаныштымын, ризамын. Алланың нұрына бөленіп жүре беріңіз, деніңіз сау болсын, өміріңіз ұзақ болсын. Алланың назарында, бақыттың базарында жүріңіз. Ұлың өсіп, тай болсын, қызың өсіп, май болсын дегендей, сол ұлдардың, қыздардың, қызықтарына мінекей үлкен киелі шаңыраққа келдіңіз. Қандай тамаша бір ұлағатты отбасында отырғаныңызды біз бұрыннан да білеміз, естіп те жүрміз, көріп те мінекей бірlikte отырмыз. Соның куәсі болып отырмыз. Сол үшін сізге ұзақ ғұмыр тілеймін, денсаулық тілеймін. Мына осы отырған апалардың бәріне де денсаулық тілеймін. Ағмойшағым келді деп ордабасынан келіп, сол жерден зәмзәм суын ішіп, құрма жеп, Алла разы болсын, жейше қадамыңыз құтты болсын. Нұржахан ханым, сізге де Алла разы болсын, деніңіз сау болсын, шаршамаңыз. Зариға апа, сізге де денсаулық тілеймін, бала шағаның қызығын көріңіз, ортамыз ортаймасын. Тамара достым, саған да денсаулық тілеймін, шаршама. Ауылда барсаң, родняға барсаң, есігіміз ашық әрдайым, қай қайсыңызға болсаң да. Қонақ жайлы қазақпыз ғой, көңіліміз бай, Құдайға шүкір. Деніңіз сау болсын. Мынау Камиля жан, айналайын, көптен 5 жылдан бері бірге келатырмыз, туған сіңілімдей бол. Хабарласып тұрамыз, жекеден сөйлесіп тұрамыз, группада сөйлесіп тұрамыз. Себебі мен Іле ауданының аналарын бәрін жақсы көремін, себебі өзінің жүрегіне орын алған болады. Адамға біріншіден өмір керек, екіншіден көтеріңкі көңіл керек. Анадан асып артық тусаң дағы, сыйластық бір күн емес, мәңгі керек. Сыйластығымыз мол болсын, денсаулықтарыңыз зор болсын. Дария апа, сізге ұзақ ғұмыр тілеймін, денсаулығыңыз мықты болсын, әніңіз шырқала берсін, даусыңыз қандай керемет, өзі қандай әдемі. Осындай әдемі қалпыңызда отыра беріңіз. Үйдегілерге бізден доғай-доғай сәлем айтыңыз. Оңластың Қажапа, сізге тілейтінім бар жақсылықтың бәрін тілеймін. Ауырмаңыз, деніңіз сау болсын. Анау Құралай қызыма бақыт тілеймін, шаттық күлкі тілеймін, денсаулық тілеймін. Өнерің өрге жүзе берсін. Оқытушы деген ол ұстаздан да ұлық дейді. Ұстаздық еткен жалықтас үйретуден балаға дейді. Мен де 45 жыл ұстаздық еткенмін. Халықтың баласын тәрбиелеген ұстаз анамын. Көптеген алғыстарға ие болдық. Оқушыларымыздың 35 жылдығы, 30 жылдығы болып жатыр қазір Астана қаласында, Родня қаласында. Міне сол сияқты сізде ұстаз екенсіз, кәсіптес екенбіз.